14 шілдеге арналған жылды жорамал. Тоқта, кейде салқынғандылық танытып, эмоцияны мүлдем көрсетпеудің пайдасы тиіп жатады. Бұл күні сіз қажетсіз негативтерді бұғаттап, өзгелердің жағымсыз пікірлерінде мүлдем елемейсіз. Мұның зор пайдасы тимесе, зияны тимесі анық. Бүгінгі күн жеке атқарар шаруалар үшін өте қолайлы. Жалғыздықта болу арқылы сіз өз-өзіңізге шынайы баға беріп, барлық жоспарлар мен шаруаларды ой елегінен өткізіп, көңіліңізден шығатындай нәтижеге жете аласыз. Тек жақын адамдарыңыздың шағымдарын сабырлықпен қабылдай біліңіз. Торпақ. Кей торпақтар өз қателіктерін мойындаудан бас тартып, өздеріне қымбат адамдармен қарым-қатынастарын үзіп алуы мүмкін. Аузыңыз көпіріп, өзімдікі дұрыс екенін дәлелдеймін деп тырысудың еш қажеті жоқ. Қандай қиын жағдай болса да барлық жерде сабырлы болғаныңыз жөн. Әсіресе өзіңіз үшін қымбат адамдармен арада ұрыс жағдай туындап қалса, үндемей қойғаныңыз абзал. Уақыт бәрін өз орнына қояды. Шындық ерте ме кеш пе су бетіне қалып шығатынын ұмытпаңыз. Егіздер, жаныңыздағылар сізбен сөйлесуден ерекше рахат алады. Оның себебі бүгінгі күні сіздің аураңыз, энергетикалық аймағыңыз өте жағымды. Оның үстіне адамдарға пайдалы кеңестер беріп, оларды шабыттандырып, қуаттап отырасыз. Егер бұл күні мемлекеттік органдарға немесе басшылық қайтар сөзіңіз, өтінішіңіз бар болса, бүгіннен қалмай кіріп шыққаныңыз абзал. Жеке өміріңіздегі жағдайларда жаман емес. Жұлдыздардың айтуынша, егіздерге тұрақтылықты қалыптастыруға күш салу керек. Шаян. Күніңіз жылдам өтіп кеткенде әсерде боласыз. Кей шаяндар не болып не қойған түсінбей қалатын жағдайларда орын алады. Алайда, бұл сізге бәрін жылдам жасап, асығыңыз деген сөз емес. Керісінше ойланбай жатып еш нәрсені жасаушы болмаңыз. Тіпті қарапайым шаруалардың өзін тыңғылықты жасауыңыз қажет. Шаяндарға айтарымыз, өзіңізді қателіктерден сақтау үшін жұмыс жасауға ыңғайлы жағдай жасап алғаныңыз жөн. Мысалы, тыныштық, қолайлы жер, қалыпты, яғни үйреншікті жылдамдық, жағымды үн, тағы да басқа өзіңізге ұнайтын дүниелер. Арыстан. Барлығын ақылмен жеңетін күн. Егер барлық нәрсені өзіңіздің күшіңізбен, немесе беделіңізбен жеңемін десеңіз қатты қателесесіз. Қиын мәселелердің шешімін табуға қатты қиналып бара жатсаңыз, өзіңізге жақсылап ойлануға мүмкіндік беріңіз. Қалған мәселелерді ойыңыздан шығарып, артық нәрселерге бас қатырушы болмаңыз. Сіз Наполеон емессіз ғой. Сол себепті нақты бір істі бітіріп, содан соң екіншісіне көшіңіз. Сонымен қатар асығыстыққа мүлдем жол бермеген жөн. Тағы да бір кеңесіміз арыстандарға. Ұйқыға жатар алдында ойыңызды өзіңіздің болсын, басқалардың болсын мәселелермен жүктеуші болмаңыз. Бекеш. Бекештер бүгінгі күні өз пікірін, білген өзгелермен бөлісуге белсеніп тұрады. Алайда, тым көп сөйлейтін бәдік деген атаққа қалмас үшін, әр айтар сөзіңізді алдын ала ойланып барып айтқан жөн. Сонымен қатар, тек сөйлей бермей, өзгелерді тыңдап, пікірлермен санасқанда жөн. Сонда ғана өзгелермен өзара жақсы сөйлесулер болып, көңіліңізде бір орында болады. Кей бекештерге айтарымыз, тіпті әлеуметтік желілердің өзінде болсын, пікір жазып айтпас бұрын сақ болып, анай сөздерден мүлдем аулақ болған жөн. Таразы. Өзгелер таразыларды бүгінгі күні ішпістірарлық, тым салмақты деп қабылдап жатады. Мұның да себебі жоқ емес. Таразылар кейде кішігірім нәрселердің өзіне тереңнен үңіліп, болмашы нәрселерге боласын айтып, өз ойын ауыр жеткізіп жатады. Кейде сырттай қарап, өмірге өкпесі қара қазандай деп жататындары да бар. Мұның барлығына себеп олардың өз-өздеріне қатты ызалануы. Әсіресе кей нәрселерді өз бақылауынан шығарып алса, осындай жағдайларға жиі тап болып жатады. Сізге айтарымыз, алдағы уақытта мұндай жағымсыздықтарға жол бермес үшін барлық жағдайда ой елегінен өткізіп алған жөн. Қателіктерді жасаудан еш қорықпаңыз. Мұның барлығын тек тәжірибе деп қабылдаған жөн. Саршаян. Бүгінгі күні саршаяндар өздерінің ерекше қабілеттерін көрсете алады. Жылдам әрекет етіп, өзгелер бас қатырған жерлерде жылдам шешім қабылдап, нәтижелерге әп-сәтте қол жеткізеді. Кей саршаяндардың өзгелерге көп көмек тиіп жатады. Кей адамдар сырттай сіздің қабілетіңізге тамсанып, жоғары баға беріп, алдағы уақытта жақсы ұсыныстарын білдіреді. Ең жақын адамдарыңызға да қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі күні олармен маңызды, бірақ жеңіл емес тақырыптарда әңгіме болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда барынша ұстамды, төзімді болыңыз. Мерген. Шындықтың түбіне жетем деп терең сүңгуге дайын тұрасыз. Дегенмен де, сізге айтарымыз қобалжып, абдыраудан аулақ болғаның жөн.
бар күш-жігеріңізді жиып, бұрындары бастауға батылыңыз жетпеген шаруаларға кірісіп көрген дұрысырақ. Әсіресе интеллектуалдық өрісіңізді қолдануға мүмкіндік беретін шаруаларыңыз біраз жақсы нәтиже әкеледі. Егер басшылықпен немесе әріптестермен ұрыс-керіс орын алып жатса, жағдайды қиындатудың еш қажеті жоқ. Сіз өз ортаңыздағы маңызды адамдардың бірісіз. Бәрібір де көп ұзамай әркім өз қателіктерін түсінеді, сондықтан да ұстамды болыңыз. Тәуешкі. Ақылды тәуешкілер бүгінгі күні өздерін жоғары ұстап, барлық жерде барлығына не істеу керектігін нұсқап, айналасындағылардың жағымсызына ұшырауы мүмкін. Жұлдыздар айналаңыздағылар өздері ақыл сұрамайынша, бірінші болып оларға ақыл айтып, сын пікір қалдырудың еш қажеті жоқ екенін ескертеді. Сонымен қатар, спирттік өнімдерге мүлдем жоламауға кеңес береміз. Жеке шаруаларды атқаруда тапқырлық танытып, интуицияңызды іске қосыңыз. Сонда бәрі ойдағыдай болады. Су құйғыш. Өзгелердің асықтыруына жол бермеңіз. Асықпай байыпты әрекет ету бүгінгі күннің басты кілті болады. Ешкімді мойныңызға мінгізбеңіз. Жұмыс атқаруда өзіңіз дұрыс деп санаған әдістерді қолданып, дұрыс деп санаған жылдамдықты атқарыңыз. Жұлдыздар бүгінгі күні адамдармен азырақ сөйлесіп, барынша оңаша болуға кеңес береді. Кесу құйғыштарға телефонды өшіріп, әлеуметтік желілерден де бір күнге болса да оқшауланған дұрыс болмақ. Кешкі уақыт тынығуға, барлығын ой елегінен өткізіп, алдағы күнге жоспар құруға қолайлы уақыт. Балықтар. Бүгінгі күні сіздің тартымдылығыңызға таңғалмайтындар аз болады. Мұның жақсы жақтары да, жағымсыз жақтары да болады. Жақсы жақтарына келер болсақ, сізге қызығушылық танытатын адамдарға жақсы әсер қалдырып, алдағы уақытта олармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік болады. Ал жағымсыз жағына келер болсақ, ойыңыздың барлығы сыртқы келбетіңізде болып, маңызды шаруаларды естен шығарып, қателіктерге жол беріп қоюыңыз мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.